Сәлем достар, бұл видеода мен сіздерге қалай тугисті дұрыс қолдану керектігін түсіндіремін. Ең алдымен тугисті біз қалай скачать етеміз? Ол үшін біз App Store-ға кіреміз, немесе Play Market-ке. Сол жерге поискқа біз екі GIS деп жазамыз. Бізде поискта осы не тұрады. Міне жасыл бар ғой, көк пен жасыл. Осыны скачать еткеннен кейін ішіне кіреміз. Мен қазір ішіне кірейін. Ішіне кіргеннен кейін сіздерде осындай меню болады. Ең бірінші меню осылай тұрады сіздерде. Өзіңіздің нелеріңізді көрсетіп ше. Сіздерден анау разрешение сұрау мүмкін, геопозицияға, локацияға, соның бәріне рұқсат бересіздер. Одан кейін сіздер осындай не пайда болады. Мынау домалақ көк, бұл сіздердің қазіргі тұрған жеріңіз, адрестеріңіз. Осыған қарап примерно түсінесіздер, сіздер қайда тұрғандарыңызды. Міне, мысалы мен Төле би мен Өтеген Батырдың қиылысында екенмін. Одан кейін келесі момент, мысалы бізге бір жаққа бару керек. Мысалы Атакентке бару керек. Мен не істеймін? Мен поискқа Атакент деп жазамын. Сол кезде менде пайда болды. Атакент мол. Мысалы маған Атакент молға бару керек, мен соны таңдаймын. Міне, енді астында қараңыз, бізде таңдаулар пайда болды. Мен автобустың несіне басам, знагына бастаймын. Мына жер автобус немесе машина болуы мүмкін. Соған басам, ең астындағы. Менде варианттар шықты. Мысалы, пересадкамен дейді. 19-ға отырам, потом 70-ке отырам деп тұр. Келесіні көрейік. Келесіде пересадка жоқ екен. Қараңыз. Ол 45-ші және 124-ші автобус. Мен жақындатам, қай жерден жүретінін көремін. Міне үйдің алдына шықсам, мына жер автобуста жүреді екен. Как раз міне 45 келе жатыр екен. 45-тің қазіргі келе жатқан жолын көрсетеді. 124-ті көретін болсақ, картада. Жері 45-тер. Тек қана 45-ті көрсетіп тұр екен. Міне 124 жүр, жота 124 аз жүр ғой. 124 аз екен. Енді мен көрем, мысалы маған жаңағы жерге бару керек. Мен аялдаманы түседі екем. Қай жерден түседі екем? Мен Атакенттің өзінен түсем, аялдамасынан. Одан кейін маған Атакент молға бару үшін көрсетіліп тұр ғой пункттермен. Мен екі саусақты басып бірдей тош көрсем болады. Қанша метр дейді? 400 метр екен. 400 метр жаяу жүріп мен осыған бара алады екем. Міне, элементарно. Одан кейін астында бізде таңдаулар бар. Мынау машинанікі астында 25 минут дейді, автобуспен 33 минут, жаяу 1 сағат, таксимен мынандай баға болады екен. Велосипедпен жарты сағат, самокатпен жарты сағат деген сияқты. Міне, осындай таңдаулар бар. Келесін көрсетсек, мысалы, бізге қайда бару керек? Зеленый базарға бару керек. Мысалы, Зеленый базар деп жазам. Міне, бірінші пайда болды. Универсальный рынок дейді. Осының үстіне бастым. Одан кейін мен қайтадан таңдаймын астына басып. Так, маған немен бару керек? Маған машинамен. Мысалы, машинамен бару керек үшін жарты сағат уақыт жүреді екен. Ал енді қандай автобус десеңіздер, бұл жерде 63 тікелей барады екен. Міне, как раз. Үйдің мінеді екен Өтеген Батырдан, 63-пен мен тікелей барады екен. Мен даже түсетін жерім бәрін көрсетіп тұр. Автобусқа мінгеннен кейін сіздердің көк значок бар ғой, домалақ, ол да бірге жылжып отырады. Енді түсетін нелеріңізді өзіңіз көресіздер. Ана жерде түсетін аялдаманың атын көрейік. Қонаев көшесінен түседі екенбіз. Қонаев деген аялдаманы түсеміз. Видео осымен тамам. Сұрақтарыңыз болса жазыңыздар, барлықтарыңызға жауап беремін. Және ең бастысы, бұл видеоны барынша таратайық. Менің TikTok видеома лайк басып, оны да таратайық, сақтайық. Және маған тіркеліп кетіңіздер. Сіздерге рахмет.